Қазір үйдің іші қаңырап бос, пештің оты сөнуге шақ. Бір кездері жалғыз ұлы Асылбек үшін бар өмірін арнаған еді. Жұбайы ерте қайтқанда Асылбек әлі мектеп оқушысы болатын. Анасы жоқта мен әке де, шеше де болам деп, Насыр барын баласына жұмсады. Ер жеткен соң Асылбек қалаға оқуға түсті. Сол кеткеннен көп өтпей мінезі өзгеріп кетті. Қарт әкесін сирек іздейтін, телефон соқса да асығыс сөйлесетін. Алғашында шал оған түсіністікпен қарады. Жастық қой, өз тіршілігі бар деп өз-өзін жұбататын. Бірақ жылдар өте Асылбектің әкесіне деген суықтығы үдей берді. Оқу бітіріп, қызметке орналасты, үйленді. Әкесін тойға шақырмады. Тіпті атасының өсиет етіп қалдырған қара шаңырағын сатқысы келетінін айтып, қарт шалдың көңілін мүлде жаралады. Әке, ауылда не бар? Үй ескі, жердің де пайдасы шамалы. Сатсақ, қаладан пәтер аламын, деді бір күн Асылбек. Балам, бұл үй сенің кіндік қаның тамған жер, анаңның рухы осында, деді Насыр шал үнсіз күрсініп. Рухпен өмір сүре алмаймыз ғой, әке, қазір бәрі ақшамен өлшенеді, деп Асылбек телефонын шұқып, сөзін доғарды. Сол сәтте Насырдың жүрегі шым ете қалды. Өз қолымен өсірген ұлының жүрегі тасқа айналғандай көрінді. Сол жылғы қыс қатты болды. Ауылдың орталық су құбыры жарыла беріп, жарық жиі сөніп қалатын. Қария өз бетімен пеш жағып, азын аулақ малын бағып жүрді. Көршілер кейде ас су әкеліп көмектесіп тұратын. Бір күні қатты сырқаттанып төсекке жатып қалды. Көршісі Бағила апай қаладағы Асылбекке хабарласты. Балам, әкең ауырып жатыр, дәрігер керек сияқты. Иә, барам апай, деді Асылбек дауысы салқын шығып. Бірақ ол келмеді. Бір апта өтті, қарияның халі нашарлады. Дәрі жоқ, денесі қалшылдап, көздері бұлдырап көрінді. Сол кезде ғана ол ішінен сыбырлап, Асылбегім, мен сені тым артық еркелеттім бе? Әлде тым ерте еркіндік беріп қойдым ба? Деді әлсіз дауыспен. Көрші әйелдер дәрігер шақырып қолдан келгенін істеді. Бірақ